Абайды қазір жер көкке сыйғызбай мақтаймыз. Халқымыздың намысын оятқан, мәдениетіне, әдебиетіне, жалпы қоғамына, қоғамдық пікіріне зор ықпал еткен адам. Бірақ сол Абайды сақтап қалған, осы бүгінге жеткізген ол Әлихан ол бір. Екіншіден, Абайдан да керемет ой жазған, керемет жол көрсеткен Әлихандай адам жоқ. Шынында біз мынау кеңестік идеологияның ықпалында әлі де жүрміз. Сол ықпалдан шыққан жоқпыз. Ғалымдарымыз, қоғам қайраткерлері, мемлекет басшылары Әлиханның кім болғанын, оның шығармасын оқитын болса, олар Абай мен Әлиханды қатар қоя алмайды. Егер Абайдан жоғары қоймаса, бұл кісінің қай саласынан болса да, экономист ретінде, мал шаруашылығының, жер мәселесі бойынша, философия, заң ғылымдары, саясаттануды алыңыз, әдебиетті алыңыз, тіл ғылымын алыңыз, барлықса да, тіпті мынау астрономия, жұлдыздар тарихына да Әлиханның жазған кітабы бар. Әлекеңнің қамтымаған ғылым саласы жоқтың қасы десем артық айтпаймын.